Мен майданға сүйісу үшін емес, соғысу үшін келгенмін. Бұл сөздердің авторы Мәншүк Мәметова апамыз. Соғыс жылдарында бұл оқиға Әзілхан Нұршайықовтың айтуы бойынша былай болған еді. Асықпай мән беріп тыңдай отырыңыздар. Бәріміз қатарласып, тағы да ілгері аяңдадық. Осы кезде Қазихан қызға оқыс сұрақ қойды. Мәншүк, сен жалғызсың, жігіттер көп қой, олар қинамай ма сені? Деді. Бұл сұрақты орынсыз көрген өзіміз үн-түнсіз қалдық. Осыны аңғарған жауынгер сөзін әрі қарай жалғады. Сен маған ренжіме, бұл бір сыр ғой әшейін. Мәншүк аяғын үн-түнсіз 3-4 аттап басты да басын көтерді. Жігіттер әртүрлі ғой, деді содан соң. Қызды көрсе қызыл көрген қарғадай шоқаңдап шыға келетіні де бар. Қызды қарындасым деп әрдайым қорған болуға тырысатындар да жоқ емес. Бірақ мені Алматының алма бағында пісіп тұрған қызыл апорттай көріп, үзіп алып күйсете шайнаймын деген жігіттің тісі сынады. Жұтамын деген жұта алмай қақал бөледі. Ал бір түйірімді жұтқан жігіттің ішін тесіп шығамын мен. Мәншүк ерінен тістелеп тоқталып қалды. Содан кейін жігерлене қайтадан үн қатты. Соғыс екен деп мен ешкімге өзімді тәлкекке бермеймін. Халқымның ежелгі дәстүрі бойынша өзіме бұйырған жігітке пәк күйімде қосыламын. Ал менің сүйген, серттескен жігітім жоқ. Соғыс біткен күні қайсың маған қол соссаң, мен соның адал жары боламын. Пәк жалынды жанымды жауды жеңген солдатқа арнаймын. Осы кезде бұрқ етіп менің көзіме жас келді. Айналайын, қарындасым, қандай асыл қыз едің, дедім ішімнен. Мәншүк екі беті алмадай қызарып, қатты толқып тоқталып қалды да қайтадан сөзін жалғады. Әрбір әйел артына ұрпақ қалдыру үшін дүниеге келеді, деді ол содан соң. Ал мен олай-бұлай болып кетсем де ұрпақсыз қалмаймын. Мен Жеңістің анасы боламын. Жеңіспен ілесе Жеңісхан, Жеңісбек, Жеңіскүл, Жеңісжан, Жеңіснұр атты талай бала дүниеге келеді. Мен солардың шешесі боламын. Солардың сәбилерінің әжесіне айналамын. Ал оған дейін тәніме сезімнің найзасы тигенше жүрегіме кірш етіп келіп ыстық қорғасын қадалсын. Антым осы, сертім сол менің. Мен майданға сүйісу үшін емес, соғысу үшін келгенмін. Соңғы сөздерін Мәншүк жігерлене айтып, жұдырығы түйулі оң қолын жерге қарай сілтеп кеп қалды. Содан кейін кеудесін кере тыныс алды да басын өзінің сол жағында келе жатқан Әмірғалиевке қарап бұрды. Пилоткасының маңдайындағы қызыл жұлдыз батар күннің шапағымен жарқ етіп, қыздың екі бетіндегі қызыл нұрмен қосыла алаулады. Жоқ, мен саған ренжімеймін, құрбым, деп басын изеді. Бағанадан бері ыржақтап күліп келе жатқан жігіттер тым-тырыс болып үнсіз қалды. Мен іштей Қазиханға ұрсып, қыздың жанын қинап, оның көкірегінде жатқан шер сөзін бекер айтқыздың-ау, деп ренжідім. Ренжісем де Мәншүктің аузынан осы сөздерді естігеніме разы болдым. Адамгершілігің, азаматтығың, асыл сезімің үшін саған 1000 мәртебе рахмет деп, оның оң алақанын қос қолдап қысқым келді. Мәліметтер Әзілхан Нұршайықовтың Невел түбінде атты шағын әңгімесінен алынды. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.